Өткенде осыдан бір апта бұрын ба, 10 күн бұрын ба, өздеріңіз Google'ден іздеп тауып аларсыздар. Ресей айға жаңа ұшақ жіберіпті. Ай кемесін жіберіп, ғарыш кемесін жіберіпті айға деді. Ай, осыдан орыстар, осы ұшақ ұшпастан орыстардың өзі дамбалы жыртылып кеткенше мақтанып жатыр ма екен деп, орыстың әлеуметтік желісіне кірдім, твиттерлеріне кірдім. Енді орыс деген кетіпті. Ана ұшақты ұшырғаны сол, ол бәленбай уақытта ұшып айға әзер жетеді екен. Содан орыстардың дамбалы сол ұшағын ұшырмай жатып жыртылып болған ғой. Қасы сініп, кебініп, великий екендіктерін қайта айтып, олардың ойында сол боқтанып, қарғанып, сол великиймін десе великий болып қалатын ұқсап тұр екен. О, Құдай төбелеріңнен ұрсын дедім де бетімді сипадым. Содан екінші бір күні тағы ұшырған шықты. Сөйтсе, Индияда аспанға әлем кемесін ұшырыпты. Оларда айдың бізге адамзатқа мәңгі көрінбейтін арғы бетіне әлем кемесін ұшырыпты. Айдың арғы бетінде қатқан су болуы мүмкін. Сосын мұна жер шарында жоқ кейбір элементтер болуы мүмкін. Және мұна қазіргі энергия көзі болуы мүмкін. Одан ары қарай енді Марсқа ұшу, тағы басқа планеталарға ұшуға айды база қыла отырып, сол жерде жаңағы сол энергия көзін алып, жаңағы айырып, одан ары қарай ұшуға пайдаланамыз деп ғарышты игеру, жаңа энергия көзін табу, жаңа қоныс табу, мынау әскери мақсатта адамдар бір-бірімен соғысқанда, мысалы аспанда да меңгеріп аспанға таласы кезінде мынау Советті құлатқан Рейганның планетаралық соғыс дейтін концепциясы бар, ғарыштық соғыс дейтін. Сол мақсатта Индияда ұшырыпты. Индия ұшырып сөйтсе, Индия жоспарлаған ғарыш кемесі қонатын жерменен орыс жоспарлаған ғарыш кемесі қонатын жер біріне бір жақын екен дейді. Әгіні естіп енді тырқылдап күлдім енді. Соншама үлкен алып ай енді, жер шарынан кішкене. Баяғыда бір әзіл бар еді ғой, Уәлибек айтатын. Анау пойыздың темір жолдың рельсінің бойында бір қазақ пышағын темірге қайрап отырыпты дейді. Пышақты қайрап отырыпты дейді. Темірдің рельсіне басқа темір таппаған да, қайрақ таппаған. Бізде өлі мына кесенің түбіне де қайрай салушы еді ғой. Сөйс анандайдан бір қазақ келе жатыр дейді, сөйліп, ананың қайраудың қасына мінгесіп отыр, бар отыршы деп айтады деп. Тура сол сияқты, анау Индияның ұшқан жеріне орыс тура басқа жер таппағандай сол жерге қондырам деген. Содан твиттерді тағы орыстың желілерін қарадым, не деп жауым. Бәтті, мана Индия құрған ақ көк оңбағандар, біз ғарышқа ұшқанда сендер қайдедіңдер, сендер Индия анау топас мұппас пап сендерге бірінші кемені біз бергеміз, біздің қаруды аласыңдар, сендер деген уколдың не екенін білмей жүргенде біз бергенбіз. Ақ көк Совет кезінде Индияға берген көмегін тізіп орыстар қарғанып сіленіп отыр екен. Содан алдым да, Құдай, мынау Индияның мәртебесін орыстан артық қылшырап қойды мен. Тыңдар, мен күлдім, ана орыстар мына жерде жатып, ана қонбаған кемелер ол бәленбай күн ұшады өзі. Сонда Индияны қарғап сілеп жатыр екен, бір жерге қонып қоятын болды деді. Индия жағы айтты, жоқ, біздікі орыстың жерінен координаты бөлектеу, қонатын уақытымызда бөлектеу, орыстың қонуына жаңағы ешқандай бір кедергі келтірмейді, не басқа анау-мынау радиация ешқандай жоқ, бөлектеді. Сөйтіп жатқанда орыстың кемесі айдың орбитасында құлапты. Енді сөздің шыны бар ғой, қуанды мен. Енді Құдай кешсін, бірақ Құдай кешсін, бірақ жүрегімді жасыра алмаймын дәді. Жүрегімден де ол не жерді адаммен көкте жаратушыдан жасыра алмаймын. Орыстың кемесі айдың арғы бетіне барып құлапты. Ай қуанғаным, қуанған. Сол күні қуанғаннан ұйықтай алмай ұйқым қашып кетті. Құдай ұрды деген осы де. Орыстар ана 40 жыл ғарышқа кеме ұшырмаған орыстар аяқ астынан аш жалаңаш биттеп құрттап кеткен үйсіз күйсіз жүрген алқашы анау жер әлемде бүкіл жер әлемнің жаңағы нәпсіқұмар зинақорына қор болып жүрген жезөкше қызын оған қарамай, ана әжетхана интернеті жоқ, канализация, кәріз жоқ, ана бүкіл қалқа, Мәскеу, Петербордан басқа жері құрған
соған қарамай айға кеме ұшырады екен да, айға кеме ұшырады екен. Ол деген сөз жаңағы бетіне пудраны жаңағы мойнына алтыннан алқа тауып, бұтына жыртық дамбал киіп алған бейшара ғой, жаңағы көтені жылтың-жылтың етіп жүргеніменен жаңағы бүкіл үсті басын жарқыратып алған сияқты бейшаралықты. Айға кеме ұшырған орыс не тең? Айға кеме ұшырған орыс не теңің жылтыңдап жүр көтенің дейтіндей қылығы бар енді. Енді сөйткенде сол ісінген, кебінген, құдай сынған, лағнеті шайтанның туған бауыры болған орыстың кемесі айдың арғы бетінде құлапты. Содан қарадым. Бұл орыстар айтып жатыр ма екен, не деп жатыр? Жоқ. Жоқ, айтпайды ешкім. Кемесі құлағанын, тас талқан болғанын айтпайды. Жоқ. Индияны да қарғап сілемейді. Жоқ, ондай оқиға жоқ. Тымпиып тып-тыныш отыр. Бірақ құлапты. Міне. Бұл тәңірлік белгі, тәңірлік нысан. Жаратушы орыстарға айға ұшырған кемесін құлатып, ей, тәкаппар сасық көкірек лағнет шайтанның мінезін жұқтырып алған сұмырайлар. Мен қаласам саған дес берем, қаласам саған жер берем, қаласам саған күш берем, енді төбеңнен ұрам деді. Айға ұшырған кемесі құлады. Енді әлемдік үшінші деңгейдегі сол орыстар боқтап қарғаса айтса айтқанындай, сол орыстың қаруын сатып ап, орыстың жаңағы техникасын сатып ап жүрген сол Индияға жете алмай қалды ғой. Орысты құдайдың ұрғандығының белгісі, қарғысқа қалғандығының белгісі, әлі әлемдік великий держава, супер держава, великий да великий болып, осырғына дейін великий болып кеткен орыс міне енді айға қонуда Индияның артында қалғаннан құдай қақ төбелерінен ұрғандығын білсе болады. Бірақ бұл лағнетлер көкірек көздері перделенгендіктен, жүректері жабылғандықтан, құлақтары бітелгендіктен олар бұндай ақиқатты танымайды да. Егер олар ақиқатты таныса, хақтың шексіз хикметін сезінсе, осыншама лағнеті тәкаппар болмас еді. Осыншама лағнеті қаншер зұлым болмас еді. Жаратушы жүректерінен мейірімнен махаббат алып тастаған. Кез келген қаңғып жүрген, сол Солженицин сияқты қаңғып жүргеннің өзіне мәртебе беріп, Нобель беріп, биікке көтеріп қойса, соның өзі импершіл шовинист болып шыққаннан кейін жаратушы енді бұларды ұрған. Енді соның хикметін байқай беріңіздер, орысты жаратушы енді құртады. Кезіндегі асқақтаған империялар қайда қалды? Құдай сынған патшалар, қанішерлер қайда қалды? Тура солар тас талқан болғандай, енді бір замандарда орыстың жер бетінде ізіде қалмай қалу бек мүмкін. Біз осы шұғылалы сәттің куәгері болып отырмыз. Бұл керемет бір шұғылалы сәт.